Сәлеметсіз бе, құрметті оқырмандар. Бүгін біз инклюзия және мүгедектігі бар ерекше балалардың ата-аналарын қолдау жобасы аясында подкастты бастаймыз. Сәлеметсіз бе, Ақмарал? Саламатсыз ба? Айтыңызшы, сіздің ерекше балаңыз бар ма? Иә, мен ерекше балам бар. Аты жөні қалай? Думан. Думан. Неше жаста? 17-ге келеміз. 17-ге. Бірінші рет диагнозын неше жасында білдіңіз? Бірінші бізге диагнозды 3 жасында қойды. Енді туған кезде бізге сұрақ қойды енді. Поражение центральной нервной системы под вопросом деп қойды енді. Енді ол кішкентай болғаннан кейін әлі даму жаңа қалыптасып келе жатқаннан кейін енді ондай біліне қоймады әлгі кішкене ерекшелігі деп айтайық, иә. Содан кейін уже жаңағы жүре бастаған кезде, аяғын баса бастаған кезде барлығы кішкене кештеу басталды. Жүруі кеш басталды, еңбектеуі кішкене кеш басталды. Сол енді 3 жаста біз нақты баламыздың енді сондай ерекше екенін қабылдадық. 3 жасыңызда дедіңіз, иә? 3-ке дейін бір жерге бардыңыздар ма? Емханада емделдіңіз бе? Орталықтарға бардыңыздар ма? Жоқ, 3 жасқа дейін енді біз айтамыз ғой, мүмкін әлі бұл шын емес шығар, бұл әлі кішкентай, енді өсе келе байқалады, көрінеді деген сияқты. Енді жаңа айтып жатырмын ғой, уже жүре бастаған кезде біз байқадық енді. Оған дейін енді жай невропатологта учетта болдық, бірақ әлгі басымызды ұстап, әлгі енді бару керек дегенді әлі қабылдай қойған жоқпыз, шынын айтқан кезде. Түсінікті. 3 жастан кейін қайда бардыңыздар? 3 жастан кейін енді бізді жаңағы дәрігерлер айта бастады, сіздің балаңыз ерекше, сіздерге енді бағыт берді, невропатолог бағыт берді, педиатр бағыт берді, сіздің балаңызды бірінші микроцефалия деп қойды, ондай диагнозбен. Сосын мында барыңыз деп енді кеңес берді. Одан кейін өзіміз қазақи емшімен бастадық, мүмкін бару керек шығар деп. Енді одан кейін Алматыға жіберді бізді невропатолог, неврологический центрға. Енді сосын ары қарай уже дамыту орталықтарына бардық. Өзіміздің мында ПМПК-ға бардық. Ондағы жаңағы мамандардың кеңесін алдық. Енді ойланып, жаңағы қарастырдық та қабылдадық енді. Түсінікті. Мүгедектікті қашан рәсімдедіңіз? Мүгедектікті сол 1 жылдан кейін 4 жасқа келгенде қабылдады. 4 жасқа дейін. Балабақшаға барды ма? Балабақшаға, иә, оған дейін өзім тәрбиеші болғандықтан, өзім неттім әлгі топқа өзім дайындаламын ғой, енді балаларды тәрбиелеуге. Өзім педагог болғаннан кейін ол балаға да үйдегі жаңағы дидактикалық материалдарды дайындап, ұсақ моторикасын дамытып, өзім дамыттым енді былай айтқанда. Жай балабақшаға бардық, өзім жұмыс істейтін балабақшаға апардым, жанында жүрді. Енді өзіміздің ұжым болғаннан кейін баланы енді қарап жүреді ғой, қарастырып, өзім бірге жетелеп жүрдім. Одан кейін міне мүгедектігін алғаннан кейін комиссия өткен кезде бізге айтты, ой, қалай бұл сіздер барасыздар, арнайы балабақшаға бару керек, бұндай балаларға арнайы мамандардың көмегі беріледі, ол жерде жаңағы логопед, психолог, дефектолог барлығы болады деп. Содан кейін біз арнайы осы балаларға арналған балабақшаға бардық. 39-шы балабақшада. Түсінікті. 39-шы балабақшаға бардыңыздар. Кейін 1-ші сыныпқа бардыңыздар ма? Қандай мектепке бардыңыздар сол кезде? 39 мектепке, мектепке барғанда 4-ші мектепке бардық. 1-ші сыныпта қазір Думан нешінші сыныпта? Қазір біз оқымаймыз, оқымаймыз. Неше сынып оқыды онда? Біз онда 7-ші сыныпқа дейін оқыдық. 7-ші сыныпқа дейін. Енді мен үшін баламның жаңағы әлеуметтік қалыптасуы қажет болды.
балалармен бірге қарым қатынасы қажет болды. Бір біріне біздің әлгі қоғамға бейімделуі қажет болды. Сондықтан 1-сыныптан 7-сыныпқа дейін сол апарып, өзіміз 4-ші интернатта апарып, сосын сағат 4-тің кезінде алып кетіп отырдық. Және бізде диагноз енді кішкене арасында не болып отыр, судороги болып отырды. Содан кейін ол кісілер де бізден, мамандар да қорқады. Көп нәрсе ондай кезде бәріне қойып тастайды ғой, қайшы, бірдеңе массаж жасауға болмайды, не жасауға болмайды, өйткені бәрі провоцирует деп айтады ғой, сондай болды да. Бірақ өзім енді ана болғасын сезінесің ғой, баланың мүмкіндігін, қай кезде болатынын, жаңағы нелердің приступтарын деп айтайық, иә. Сол кезде все равно көзімді жұмып апарып отырдым енді. Педагогтар да жеке жұмыс жасап отырды, айтып отырды баланың жаңағы ерекшелігін, неменеге бейімді, қандай нәрсені жасай алатыны. Ең бастысы жаңағы айтып жатырмын ғой, маған баламның қоғамға бейімделуі, өзіне дос тауып, жаңағы дамуы қажет болды мен үшін. Түсінікті, рахмет. Ал қазіргі таңда 7-ші сыныпқа дейін мектепте болдыңыздар. Сол кезде мұғалімдердің сабақ беруіне көңіліңіз толдыр ма? Мамандардың жақсы ма? Шын айтайын. Шын айтыңыз, иә, шындықты айтыңыз. Енді біз ата-ана болғаннан кейін баламызды береміз ғой. Бірақ енді оның ішінде қандай педагогтардың енді жұмысын мысалы білмейсің. Педагогтардың енді бір тәрбиеші, бір класс жетекші деймін, бала 6-7, кейде 10 бала болады. Оның барлығымен жеке-жеке жұмыс жасау менің ойымша мүмкін емес. Өйткені енді бір 20 минуттық, 10 минуттық уақыт береді, барлығын қамти алмайды баланы дамытып. Енді ол кісілер өзінің бағдарламасы бойынша әр балаға білім беруге талпынып енді айтам еңбектенді. Енді балалардың өз қабылдауы да ерекше ғой, әр баланың қабылдауы ерекше, зейіні, түйсігі бәрі енді ерекше. Сондықтан енді менің балам өзіне керегін қабылдады, керек емесін қабылдамады деп ойлаймын. Түсінікті. Енді бір сұрақ, өзіне дос таба алды ма мектепте? Мектепте дос, иә. Бірақ менің ұлым былай ұялшақ өзі, иә, бірдеңеге кірсе, кішкене ойланып, жан-жағына қарап, нетіп тұрады. Бірақ достары болды, иә, әлі күнге шейін біз мектепке бармасақ та, өзінің класстастарымен басқа жаңағы дамытушы орталықтарға барамыз, жүзуге барамыз, пионербол ойнаймыз. Сол кезде олар кездеседі, бір-бірлерін танып, амандасып, достықтарын құшақтасып, иә, нетіп жатады. Мәз болады, иә. Сосын біз үйде суреттерін көрсетеміз, өздерінің кішкентай кезіндегі, балабақшадағы есіне айтып отырамыз, мынау кім, не істедіңдер деп айтып отырады, иә, бір-бірлерімен. Біз достарымен өзіміздің мамалармен араласамыз, мамалармен өзіміз туған күн болса, бірге қосыламыз, мерекелер, балалар күні, тағы да жай отырыста балаларды көп кездестіріп, бір-бірлерімен қарым-қатынас жасауға бағыттап отырамыз, таниды бір-бірлерін достарын. Жақсы екен. Енді тағы бір сұрағым бар сізге. Думан балалармен қарым-қатынасы жақсы деді. Бір-бірлерімен сөйлеседі ме? Тілді дамыған ба? Думаның қысқа сөздерді айтады, бірақ өздері түсінеді бір-бірлерін, иә. Енді білмеймін, барлығыны мүмкін жаңағы диагноздары бір болғасын өздері түсінетін шығар енді. Бір-бірлерінің айтқандарын түсінеді. Диагноздың қандай ерекшеліктері бар? Тілі қысқа сөйлейді. Қысқа сөйлейді, иә. Енді бір айтқан командан дейміз, енді бірдеме тапсырма берсен,
сразу орындау мүмкін емес. Бір заттың нақты атын мүмкін нақты күнде қолданылмаған сөз болса түсінбеуі мүмкін. Оны көрсетіп, сосын әлгі жүйелі түрде баламен біз жұмыс жасаймыз. Өзім енді күнде айтып отырмын, систематично мынау былай, таңертең бізде режим, мысалы логопедқа барамыз. Сол кезде ол кісінің берген тапсырмаларын көрсетіп отырамын. Танымаған заты болса, бір сөз айтқанмен сразу түсіне қоймайды. Бірнеше рет айтып отырмыз. Күнде қайталау арқылы, педагогпен қарым-қатынас жасау арқылы біз енді сонда ғана түсінеді. Енді былай айтқанда сразу енді жай кәдімгі норма бала сияқты енді сразу түсіне қоймайды ондай жағдайларды. Түсінікті. Үйде қалай болысады сізге? Көмектеседі ме? Үйде қандай шаруаларды тындырады? Енді біз өзіміз жер үйде тұрғаннан кейін думан, как бас кезінде енді біз өзіміз қабылдамай тұрған кезде аяймыз, бұл істей ала ма, қорқақтап, үйдегі жаңа тұрмыстық неге де онша көп неттік, енді жұмсай қоймадық. Одан кейін есейе келе, жоқ, баламызды аяуға болмайды. Бұл қоғам бұндай баланы қабылдай ма, қабылдамай ма. Сондықтан енді бұның барлығы біздің қолымызда, ата-ананың қолында, баланы жаңағы бейімдеу өмірге. Сондықтан біз енді сақ үйдің жұмыстарын беріп отырдық, тапсырма беріп отырдық күнделікті. Қазір енді далаға шығып біз жұмсасақ барады, бірдеңе әкеліп бере қой, қоя қой деген енді командалар орындайды. Енді өзіне шамасына қарай, мүмкіндігіне қарай енді жасайды. Көмектеседі. Мысалы, ыдыс жуады ма? Ыдысты, өзінің жу десек, ол каждый кесені отдельно феримен жуып 4 кесені қояды, сосын 4-еуін шаяды. Енді өзінің төсек орнын тиянақты жинайды. Оның өзі қазір есейе келе жасайды. Жаңағы айтамын ғой, жүйелі түрде күнде әлгі орындалып отырғанның арқасында орындалып отыр. Енді нетіп білет, бір тісіңді тазала, енді айтамыз ғой, тісін тазалау, телефонмен, видеомен сөйлесіп айтам ғой, Думан, сен не істедің, тұрдың ба? Тұрдым. Тісін тазаладың ба? Көрсетеді тісін. Деп төсек жинадың ба? Енді уже 17-ге келеді ғой, енді ақырын енді өзін қызмет көрсетеді. Қызметін ақырындап көрсетеді енді. Жақсы. Ал 7-ші сыныптан кейін сіздер мектептен шығып кеттіңіздер, не себепті? Өйткені бізге берілген бағдарламаны орындай алмайды, қабылдай алмайды. Өйткені өзінің классында, сыныбында бұдан да жақсы балалар бар. Енді салыстырғанда енді біздің бала өзінің меңгермеді ол бағдарламаны. Сондықтан бізге айтты, сіз балаңызды мектептен алып кетуіңізді сұраймыз. Өйткені болашағы қалай болады? Енді білесіз, онда диплом, аттестат алу керек деген сияқты. Бірақ енді ол өзі сөйлемейді, әрқашанда ата-ананың қолдауын, жетелік етуін қажет етіп отырғаннан кейін, енді өзіміз ойланып, шынымен де бұл баланың болашағы қалай болады? Ол аттестат алып бір жерге жұмысқа бара алмайды, дұрыстап атында айтпайды. Енді біз әлгі жаңа айтқандай кішкентай ғана мүмкіншілігі болса да, біз соған мәзбіз ғой енді. Ол бірақ жеткіліксіз баламыздың өзінің былай дамуына, өзінің қызмет етуіне, қоғамда бейімделуіне, жаңағы автокөлікте, автобустарда жүруге ол жеткіліксіз. Жаңағы айтқандай, біз үшін ол кішкентай ғана болса жетістік, ол біз үшін өте қуанышты, бірақ ол қоғамға бейімделуге өте жеткіліксіз. Сондықтан біз алып енді не жазу, оқу білмейді ғой. Сондықтан енді ойланып, әрине қиын болды, қалай біздің баламызды. Енді бірақ баланың болашағын ойлап біз енді келісіп алдық. Түсінікті. Енді қазіргі кезде Думан неменен айналысады? Жаңа айттыңыз, бассейнге, пионерболға барады дедіңіз. Қай салада өзін жақсы көрсетеді? Өзіне ұнайтын
кандай? Думан бізде жаңағы шығармашылық жағын жақсы көреді. Немен ермек сазбен үйде жұмыс жасайды, қағазды қиып жасағанды жақсы көреді. Енді жаңа өзім айтқандай, мен өзім педагог болғаннан кейін көп материалдарды нетіп қиып распечатать етіп берем, отырып салатын салады, өзінше фантазиясы бір шығарады, ермек сазбен жабыстырып. Содан кейін жаңағы бағдарлама, сол енді өзім дамытқанмен бірге интернеттен неден көресің ғой, осындай орталықтар бар екен, балаларға арналған. Сондай нелермен, мамалармен кездесіп, сұрастырып, көп нәрсені қалай мен баламды тағы да өзімнен басқа қандай қоғамға бейімделетін орталықтар бар екен деп. Сондай енді ата-аналармен кездесу арқылы көп орталықтардың бар екенін қарастырдық. Содан кейін жаңағы енді барып, көріп, жазып, сол орталықтарға апара бастадық. Ол жаңа айтқандай салауатты болашақ орталығы, сосын алтын бата міне келеміз. Бұнда жаңағы баланың ұсақ моторикасына дамытатын қышпен жасайды, одан кейін жұмыс жасайды, сурет салады, одан кейін мүмкіншілігі қалайда шектеулі балаларға арналған мир равных возможностей орталығы бар, оған да бардық. Онда олар жаңағы спорт жағынан көп нелер бар, секциялар бар. Соған барады, жүзуге барады, бассейнға жүзуге барады, және жаңа айтқан допқа барамыз. Енді сол арқылы дамыған. Жарыстарға бардық. 4 жыл қатарынан Астанада жаңағы паралимпиада болды. Соған бардық пионерболдан командалық ойынмен. Балалар ол мәз болады сондай орталықтарда, барлығы бірге жиылып, аналарда барамыз балаларымызға кішкене өздерінің білетін нелерін, жетістіктерін ашылып көрсетеді. Ол жерде республикалық сайыс, үлкен республика аумағында өткізетін жан-жақты осындай ерекше балалардың мүмкіндіктерін көрсете алатын, ашады. Мүмкіндіктерін ашады. Ал сіз қазір айттыңыз, 7-ші сыныптан кейін мектептен шығып кетті, сосын алтын бата қоғамдық қорына барам деді. Ал осындай полустационар деген керек па қазіргі балаларға? Әрине керек. Біз өзіміз жаңа 4-ші интернатта жүрген кезде, жазғы демалыс каникул кездерінде біз самалға барып жүрдік тоже, үйде отырмасын деп. Бос уақытында сол демалыс кездері самал орталығына апардық. Бірақ өздеріңіз білесіздер, қазір өкінішке қарай ол жабылып қалды. Әрине керек. Бұндай балаларға үйде отыруға болмайды. Өздері айтқанда, осылай да өзі шектеулі. Енді ондай жаңағы қоғамдық орталықтарды жауып тастаса, ол өте өкінішті. Сондықтан міне балам 17-ге келді, ертең 18-ге келеді. Бұл баланы мен білмейді екенмін қандай орталық бар екен. Бала кәмелет жасқа келгенде қандай бейімделу орталығына, қалай енді қоғамдық орталық дейміз ба, қай жерге баратынын білмеймін мен. Сондай орталықтар керек, өйткені көп, мен балам сияқты балалар көп. Сондай балаларды дамытатын, мүмкіншілігін ашатын орталық керек. Керек, Әрине. Сіз қалай ойлайсыз, ондай орталық қандай болу керек? Қандай кабинеттер болу керек? Енді орталықтар, енді біздің балаларда әртүрлі диагноз қой. Сол әртүрлі диагнозға балалар бейімдей алатындай, өзінің мүмкіншілігін аша алатындай әр кабинеттер болу керек. Жаңағы айтқандай, логопед та болу керек, дефектолог та болу керек, жаңағы адаптациялық кабинеттерде болу керек, ұсақ моторикасын, монтессори, айтайын, көп баланың барлығына қажетті жағдайлар жасау керек. Ол
әдемі, жаңа айтайын, иә, баланың көзін тартатын және барлығы қолжетімді болу керек. Кіре берісінен бастап, өйткені біздің балалар енді коляскада отыратын да балалар бар, өзі жүретін балалар бар. От кіре берісінен бастап, ата-анаға да балаға да өте жағдай жасалған болу керек. Жақсы, рахмет. Ал қалай ойлайсыз, бұл 18-ден кейін орталықтар бізде мүлдем жоқ дедіңіз, иә? 18-ге дейінгі балаларға орталықтар жеткілікті ме? Мысалы, сіздер 7-ші сыныптан кейін ешқайда бара алмадыңыздар, иә? Не себепті? Өйткені, иә, жаңағыдай 18-ге дейінде айтам, прям күшті болып тұрған жоқ. Аз, бәр жерде баратын болсан, кезек көп дейді, не болмаса диагнозы сәйкес келмейді, алмайды деген орталықтар бар. Енді әлгі жолынып, жұлқынып, өзін мен баламды алыңыз деп жүріп әлгі бірдеңе нетпесен, кейбір ата-аналар бар ғой, әлі өзінің диагнозын қабылдай алмай жүрген, басын тауға да тасқа да соғатын ата-аналар бар. Мен өзімде де сондай кез болған, енді қалай істесем деп жаңа айтып жатырмын ғой. Сол ата-аналармен байланыстың арқасында, сұраныстың арқасында кішкене өзімді дамытып солай шықтық. Ал енді кейбір ата-аналарда әлі жаңағыдай әлі білмей жүргендер бар. Сондықтан осындай орталықтың көп болуы керек, одан кейін жарнама болуы керек, балаларға арналған. Енді көп ашу керек. Бұлай мүмкін жақсы бәрі ойлайтын шығар, жақсы не екен, бірақ шынымен де орталық көп керек. Қазір 2-ның бірі, білесіз, аутизм балалар көп, жаңағы ақыл есінің дамымаған балалар көп, диагноз көп бала. Сондықтан ондай орталықтар өте қажет. Енді 17-ге дейін, 18-ге дейін жаңа айтып жатырмыз, балалардың енді біз ойлаймыз, мүмкін болып кетер деп, баламыз жақсы болар деп ойлап жүреміз ғой. Ал 18-ден кейін уже әлеуметтік қоғамға бейімделу, жаңағы өз-өзіне қызмет көрсету, жаңағы үйде бірдеңе көмектесу, алысу деген сондай жаңағы социумға бейімделу орталықтары болу керек. Болу керек, иә. Сіз қалай ойлайсыз, думан жұмысқа бір инклюзия бойынша жұмыс орындары пайда болса, жұмыс істей алады ма? Әрине, үміттенеміз, бірақ енді но деген бар енді бір. Өйткені әлі тілі дамымаған, оны қоғам қабылдай алмайды. Бірақ кейбір балалар бар, диагнозы болса да, өзін көріп тұрасың, әп-әйбат, өз-өзіне қызмет жасай алады. Бізде міне диплом алып жатқанда балалар бар, дауна диагнозымен. Әрине, ондай балаларға мүмкіншілік беру керек, жаңағы жеңіл еңбек жасау, қоғам қабылдау керек ондай балаларды. Диагноздармен болса да, өз-өзіне қызмет жасап, жаңағы айтамыз ғой, қызмет көрсете алатын балалар бар. Сондықтан болу керек. Әртүрлі диагноздары бір болса да, балалардың әртүрлі болады, иә? Сондықтан кейбіреуі жұмыс жасай алады, кейбіреуі жұмыс жасай алмайды. Қоғамда қиындықтар болды ма сізде? Кішкентай кезінде, қазіргі кезде қабылдамау деген? Әрине, бар ғой қиыншылықтар. Даже балалардың өздері де кішкентай ғой, әлі бір-бірлерімен далаға шыққанда енді нетеді, балалар бір-бірлеріне қарап ерекше екені көрініп тұрады. Сонымен бірге даже үлкен ата-аналардың өздерінде де болады. Мұндай бала шектеп, кішкене өз баласын бөлектеп деген сияқты. Қазір енді мен оның бәрін уже қабылдадым. Мен балам да, мен үшін ол ерекше бала. Мен үшін ол ең ақылды, ең болашағы бар. Енді мен әр адам үшін бала жеке тұлға ғой енді. Сондықтан мен баламмен қазіргі кезде автобуста да жүре беремін. Өзінің мінезі қандай еркіндік беремін. Бірақ біз үйретеміз балаларды тәртіпке, автобуста жүргенде айғайламай, жаңағы қоғамдық көлікте жүргенде тәртіп сақтауды. Біздің балаларымыз бір-бірлерімен жүргенде де бір-бірлерін тәртіп сақтау, мұндай қоғамда жүру дегенді біледі. Ата-аналар қазір енді ойлаймын, міне 18-ге келе жатыр ғой,
бізге бәрібір, бізді уже қабылдады қоғам қалай болса да, кішкене бейімделіп жатыр енді. Бейімделіп жатыр, иә. Қандай кеңес бересіз қоғамға, мысалы, қорықпау керек па? Сіз айттыңыз, кейбіреуі шектетіп жатады дедіңіз, иә. Бұндай ата-аналарға қандай кеңес бересіз? Иә, балалар жаңа айтқандай, әр бала жеке тұлға. Сондықтан әр баланы біз біріншіден жаңағы берген диагнозын ата-ана қабылдай білу керек. Қандай қиын болса да біз қабылдаймыз. Ол баламен жүйелі түрде, тұрақты түрде жұмыс жасау керек дамыту үшін. Өйткені ол сіздің ғана балаңыз, сіздің ғана ол проблемаңыз. Сізге ешкім келіп оны көмектесіп бермейді. Иә, балалар, қоғам, туыстарыңыз аяушылық білдіреді, аяйды, бірақ бізге аяушылықтың қажеті жоқ. Біз өзіміз дамытуымыз керек балаға. Сондықтан сіздер өз балаңызды дамыту үшін тартынбаңыз, басқа ата-анадан сұрауға қорықпаңыз. Қандай неме істедіңіз, қай жерде не бар екен деп ақыл кеңес сұрауға ұялмаңыз, қорықпаңыз. Сонымен бірге жаңағы жеке мамандарға, дәрігерлерге, жаңағы педагогтарға ол барып кеңес алу керек. Бізде бар жаңағы ПМПК бар, ол жерде айтады. Енді әрине ПМПК-ға барғанда ойлайсыз, ой, бұл кісілер ана жерде бір 15 минутта бізге диагноз қойып нетеді. Әрине балалардың мінез құлқы әртүрлі болғасын, ол кісілер де мүмкін нетеді, енді қателеседі, біз үшін ол жүрекке тиеді, уайымдаймыз, қалай ол кісі солай айтты. Бірақ сіз өзіңіздің балаңыздың жеке мүмкіншілігін білесіз, ашу да сіздің қолыңызда. Сондықтан аянбай жаңағы жүйелі түрде дамытыңыз балаңызды. Кішкентай болса уақытты өткізбей дамытыңыз, ойланбаңыз. Өйткені қойылған диагноз қойылды. Егер сіз үшін бір қабылдамау болса, сіз оны дәлелдеңіз, сіздің балаңыз ондай емес екенін. Балаңызды дамытып жеткізіңіз. Иә, солай айтар едім. Түсінікті. Ал сіздің ана ретінде, неше жасыңызда думанды тудыңыз? 34 жасында. 34 жасында, 34 жасыңызда. Қазір немен айналысасыз? Жұмыс жасайсыз ба? Иә, мен өзім балабақшада жұмыс жасаймын. Думанның өзінен үлкен ағасы, апайы бар. Думан бізде үйде кенжеміз. Тәрбиеші болып жұмыс жасаймын енді. Түсінікті. Думаға демеу ағасы мен апасы бар. Дұрыс қой, иә? Сосын сізге мысалы диагнозды қойған кезде қиын болды ма? Диагнозды қойған кезде әрине қиын болды. Ана ретінде бірінші анаға қиын. Ойланып, жаңағы уайымдайсың, әртүрлі сұрақтар болады. Неге бұл біздің отбасымызда, неге бізде деген. Енді айтамыз ғой, вроде бы әлеуметтік жағдайымыз жақсы, мінез құлқымыз жақсы. Енді әр адам ойлайды ғой, неге бұлай болды, қандай, не үшін деген басымыз ұстап уайымдау болды. Бірақ отбасының осындай кезде отбасының қолдауы өте қажет. Жолдасыңның, жаңағы ата әженің, ата ененің, туыстарын қолдауы өте қажет. Егер де отбасын сізді қолдаса, жаңағы балаңызды қалай бар солай қабылдап, бір-бірімен байланыс болса, ол өте сізге жеңіл болады. Сондықтан балалардың да, енді ол кезде балалар кішкентай болды, енді ол кезде айта алмайсың өз балаларына, өйткені ол бала деген сияқты. Қазір енді міне Думан 17-ге келді, үлкен ағасы да уже міне 27-ге келді, апайлар. Барлығы енді олар даже ойламайды, что бізде Думан ерекше бала ма, неге ойымдайсың, енді ойлайсың ғой, баланың ертең болашағы қандай болады, өзің үлкен ағасы мен апайын айтып отырасың, енді балаларыңды, бауырларыңды жетелеп отырыңдар, ертең біз қандай боламыз, енді адам болғасын ойымдайсың, қалай қарайлаңдар. Сонда олар айтады, мама, папа, сіздер неге олай ойымдайсыздар, біз үшін Думан
ең ерке, өзімізге ең ешқандай ерекшелігі жоқ бала сияқты қабылдаймыз деп. Енді байланыс болу керек енді. Дұрыс. Қолдау болған жақсы, иә? Думан ағасы бар, апайы бар екен, жақсы. Әрбір бала отбасы толық болған жақсы, иә? Сізде арманыңыз қандай? Әйел ретінде, ана ретінде қандай армандарыңыз бар? Енді арманымыз біздің енді осындай ерекше балалардың, мен өзімнің думанымның бақытты болғанын, өз қоғамда осындай балаларды қабылдағанын, кішкентай болса да жаңағы айтқан бір жасаған қадамдары бізге үлкен үміт береді. Иә. Сосын енді өз жеке жаңа айтып жатырмыз ғой, инклюзия дамып жатыр. Сондай бейімделсе, осы өмірде қоғам қабылдаса осындай балаларды, мүмкіншілік берсе, көптеген жаңағы орталықтар ашылса бұндай балаларды дамытуға, біз міне жарайды 18-ге келдік, бізден кейінгі жаңа келіп жатқан осындай диагнозбен келіп жатқан ата-аналарға қолдау беретін көптеген орталықтар ашылса, қоғам қолдаса, енді бақытты болған өз өмірде өзін бір орнын тапқанда қалаймыз ғой, әрине. Түсінікті. Сіз мысалы 34 жасыңызда дедіңіз, иә? Думанды дүниеге әкелдіңіз. Осыдан бері жұмысты тастаған кездеріңіз болды ма? Әрине. Мен жаңағы диагноз қойған кезде онда ешқандай жұмысты да ойламайсың ғой, өзің ойлайсың, мен үкіметтің баласын, елдің баласын қарап жүрмін. Енді мен ойлаймын, педагогтар, тәрбиешілер солай ғой, өзім балама енді көңіл бөлу керек қой. Мен 7 жылдай үйде отырдым баламмен. Өйткені ең бірінші жаңағы 1-2 жылдай өзінде депрессия болып жүреді, уайымдап жүресің, қалай істесем, баламды қалай дамытсам деп. Содан кейін уже қабылдағаннан кейін ойлайсың, жоқ, менен басқа, бізден басқа бұл балаға ешкім жан ашып, ешкім қол ұшын бермейді. Сондықтан есіңді жинал, отыруға болмайды. Мүмкін отырып қалсан, бала отырып қалады. Сондықтан біз апардық жаңағыдай ПМПК-ға да апардық, о жердегі логопед дефектологтарға апардық, одан кейін жаңағы балабақшаға апардық, ерекше жаңағы көмек беретін балабақшаға. Үйде де дамыттық. Сондықтан отыруға болмайды. Ол балаңызды өзіңіз дамытуыңыз керек. Сол мен 7 жылда отырдым енді. Содан кейін уже мектепке барар кезде ойладым, жоқ, мен қалай отыра берем бұмен? Мектепке апарайын, алама, алмайма бұндай диагнозбен. Жаңағы айтқандай, жаңағы екінші бағдарламамен болса берсін. Мен үшін баламның жарайды оқу жазуын білмесе де қоғамға бейімделіп, жаңағы дайындайық. Одан кейін үйреттік, әріпті де ақырындап үйреттік, сандарды да үйреттік. Міне қазір бізді мектептен шығарып енді жіберсе де, біз өзіміз ақылы логопедқа барамыз, санауыз нені ұмыт қалмасын деп, әлінге шейін міне уже 2 жыл болды. Біз платно логопедқа барамыз, дефектологқа барамыз, барып жүрміз. Өйткені тегін жоқ ондай балаларға уже. Тегін жоқ дедіңіз, мемлекеттік қолдау шаралары қандай бар сіздерге? Оны сұрайын. Мен білмейді екен ондай. ИПР-да не жазылған сіздерде? ИПР-да бізде тек қана енді әр диагнозға байланысты жазады ғой, о жерде ИПР-ға. Бізде енді тек қана бізге полустационар жоқ, так как бізде судороги болды. Енді міне уже 5 жылдай бізде айтады ғой, артқа жоқ, бізде 5 жылдай бізде болған жоқ. Қазір сондықтан бізде енді жақсы жағы
басымдау енді как айтады. Сондықтан мен енді әлі үміттенемін. Біздің жаңағы диагноз, эпилепсия диагнозын алып тастап, жаңағы противопоказание жоқ деп, санаторийлық сондай бір береді. Өйткені бізге бар жерде қойылып тастаған болмайды деген диагноз. Өйткені стационар, полный стационар берілмейді. Өйткені қорқады. Полустационарға енді өзіміз расписка жазып деген сияқты, өзім бірдеме болып қалса өз балама өзім жауап беремін деген сияқты. Ол жерде де ондай балаға алғашқы көмек беретіндей жағдай жасалмаған. Сондықтан жоқ. Мамандар керек, медбикелер керек ондай кісілер, ондай жағдайда. Сонымен ИПР-де ештеңе жоқ. ИПР-да бізде тек қана ортопедиялық аяқ киім, жаңағы ұлтарақ, қысқы жазғы киім, сондай ғана, ал мынандай не стационар бере алмайды. Егер де қазір барсаңыз, невропатологты учеттасыздар ғой, береді деп үміттенесіз ба? 5 жыл болған жоқ қой судырып. Ол үшін бізге айтты, сіздер ол үшін жаңағы Алматыдағы неврологиялық центрға барып, біз өзіміздің жаңағы қойылған бұрыннан енді эпилепсиялық синдром деген диагнозды алып тастап, содан кейін бірақ береді. Олай жоқ. Түсінікті. Енді бізде жаңағы эпилепсия бар, одан кейін жаңағы психиатриялық диагнозымыз бар, сондықтан 2 диагнозбен жүрміз. Сонымен сіздер санаторияға бару үшін сол диагнозды алып тастау керек, қарану керек, Алматыға бару керек. Түсінікті. Қалай ойлайсыз, сіз болашақта неше жасыңызға зейнетке шыға аласыз? Енді 17 жастағы балаңыз, зейнетке ертерек шыққыңыз келеді ме? Әрине. Өйткені айтып жатырмыз ғой, бұл балаларды дамыту үшін бірталай енді психологиялық та дайындық керек. Мен өзім айтам, мен өзім психология кафедрасында маман оқығаннан кейін маған оның көп әсері тиді. Өйткені мен өзім дайын болдым теориялық жағынан да, практикалық жағынан, бәрі мамандандырылған немес қой ата-аналар, оларға үлкен стресс, депрессия да болады. Жас ата-аналар, мен 3-ші балам мысалы осындай болды, кішкене мені жаңа 37-34 жасқа келіп білдім. Ал кейбір бірінші балалары бар ата-аналар бар, оларға қандай ол өте қиын, ауыр тиеді. Жаңалық өте. Ондайды қабылдағанда жас отбасылары болып жатады, ажырасып жатады, жалғыз аналар болып жатады. Ондай аналар кейбіреулері жаңағы балаларын жеткізем сөрім, әйел адамдар әлгі мықты қыздың 40 жаны бар деп біз жүреміз ғой. Ондай ата-аналар, қалай сіз ойлайсыз, 25 жасында бірінші баласын солай диагнозбен қабылдады да, ол кісі 63 жасқа дейін, или 61 ма, қазір ондай жасқа шейін жүре ала ма мысалы. Сондықтан мен ойлаймын, ертеректеу осындай ерекше баласы бар ата-аналарға жасау керек, жағдай жасау керек, және зейнетке ерте шығару керек. Мемлекеттік қолдау шараларының бірі бұл ата-аналардың ертерек зейнетке шығуы, Өйткені шындыққа келсек, қазіргі ата-аналардың көбі жас кезінде статистикаға қарасақ, көп балалар осындай диагноздармен туылады, қабылдау қиын, Сіз мамансыз, психология бойынша, психологсыз ба сонда? Тәрбиешімін мен әрі. Тәрбиеші. Оқығам, Психологиялық, сізге де қиын болды ғой? Әрине. Бұл өте қиын жағдай, балаңның дамыту, қоғамның бейімделуі, бұл өте стресс алады. Сондықтан егер де біздің ата-аналар неше жастан, қалай ойлайсыз, шығу керек зейнетке? Енді
кішкене демалып, демалып, кішкене болса, енді 50 болса да мен үшін жақсы болар еді, енді бірақ үкімет ондай жасай қоймайды ау деп ойлаймын енді. 55 деп айтайықшы, мен уже 50-ге толып қойдым. 55-теге, 55 жасыңызда егер де ата-аналар зейнетке шықса жақсы болар еді, иә? Әрине. Сіз қандай хоббиіңіз бар? Не жақсы көресіз? Енді өзім балаларымызбен осы ерекше балалармен жүріп өзі балалар қандай икемі бар соған нетеміз ғой, бейімделеміз ғой. Өзім бояғанды жақсы көремін, сурет. Кішкентай бала сияқты балаларға жаңағы суреттерді распечатать етіп аламыз ғой, сол кезде әр нені бояп өзіме бір тыныштық алам, сурет салып бояғанды. Думан да бізде жақсы көреді, немен ермек сазбен жұмыс жасағанды. Сол кезде отырып менде нетем. Бірге жұмыс жасайсыз, иә? Сосын Думан екеуміз билегенді жақсы көреміз. Үйде музыка қойып, өз-өзімізді әлгі стрессті шешіп билейміз. Думан кішкене ұялшақ, сондықтан мен айтамын, жүр билейік, музыка қойып, папамызды алып шығамыз билейік. Бәріміз бір кішкене билеп, далаға музыка қойып жерде билейміз. Жақсы көреміз. Көңіл-күйлеріңізді көтеріп, иә, кішкене. Кітап оқимын, жаңағы айтқандай, мына оқушы кезімізде кітап оқуға, әлгі абай жолын оқы, не оқы десе, оқушымыз ғой, оқымай, ал қазір енді уже уақыт келгеннен кейін кішкене кітап алып, жаңағы соларды оқимын. Сосын өзімізге жаңағы психологиялық кітаптарды оқимын, осы диагноз бойынша, енді сондай кітап оқығанды тоже жақсы көремін. Ақмарал, сізге сұхбатыңыз үшін рахмет. Көптен көп сізге, отбасыңызға амандық тілеймін, бақыт тілеймін. Армандарыңыз орындалсын. Думан тек сізді қуанта берсін. Рахмет. Әрине біз баламыздың жетістігіне қуанамыз. Енді рахмет. Сау болыңыздар.